әртүрлі жерден психологтардан, коучтардан өзіңмен жұмыс маңыздылығы жайлы информацияны естуге болады. Бірақ сол өзіңмен жұмыс неден басталады? Егер сіз сондай сұрақ өзіңізге қойсаңыз, яғни не деген сөз бұл? Бұл сіз өзіңізбен жұмыс жасағыңыз келіп тұрған жоқ деген сөз. Шын мәнінде адам өзіңмен жұмыс жасағысы келсе, ол білет не істейтін. Интуиция арқылы, интуитивно ішінде информация келіп тұрады. Мысал үшін, қатты қиналып жүрсе, бір нәрседен шаршаса, конфликттерден шаршаса, мынаны шешу керек қой, шаршадым, спокойно өмір сүргім келеді деп өз-өзіне айтады и шешімдерді іздейді. Ересек адам кішкентай баладан айырмашылығы неде? Ересек шешім қабылдайды. Ал бала сол баяғы страдать етіп, проблеманың ішіне батып жүре береді, соның бәрін шыдап жүреді. Ал ересектің ондай шыдамы жоқ, потому что ересек жай барақат нормальный өмір сүргісі келеді. И егер травмалар, түрлі переживание, беспокойстволар қатты тиіп жатса, адам бірінші психологқа барғаны маңызды. Сонымен қатар өзін жетілдіру жағынан спортпен айналысып, өзінің хоббилерін дамытып жүрсе, жауаптар өздері келеді. Бірақ ең басында қатты қиналып жүрген адамға психологқа барған маңызды. И бұл жерде бір иллюзия бар. Бір рет психологқа барсам, маған ұнамай қалса, все, психотерапия маған жақпайды екен, мен ондай адам емеспін деп ойлайды кейбіреулері. Бұл дұрыс емес. Психологты да таңдау қажет. Бір рет барған ұнамаса, екінші рет бар, үшінші рет бар, төртінші рет. Әйтеуір 5-6 специалистте сен өзіңнің адамыңды табасың, өзіңнің специалистіңді табасың. Мысалы, массажға барған кезде бірінші мәртеден ұнап қалу мүмкін емес. Біз специалистті іздеп жүреміз, стоматологты іздеп жүреміз, өзімізге лайықты гинеколог, тағы да басқа врачтарды іздейміз. Сол сияқты психологты да іздеу маңызды.